Қазақстанда бүкіл әлемде қазіргі кезде алаңдаушылық тудыратын ол нашақорлықтың таралуы. Бұл жеке адамның ғана емес, бүкіл Қазақстандағы адамдардың денсаулығына әсер етеді. Нашақорлық наркомания есірткі заттарға патологиялық дағдыланудың нәтижесінде пайда болатын созылмалы ауру. Нашақорлық салдарынан тек қана ішкі дүние мүшелері ғана зақымданбай, сонымен қатар жүрек тамырлары, ас қорыту, жүйке жүйесі және эндокриндік жүйелер де зақымданады. Осылайша есірткіге жоламай спортқа жақын болайық.